Жұмыс ырғаған сергек жүріп, өнімді сегінге не жетсін десеңізші. Бұл орайда таңғы жаттығу жасаудың да мәнісі зор. Олай болса, алған еки таңғы жаттығымызға бірдей кірісейік. Қайырлы таң, достар. Үлкен спортты сергеткен жандар үшін таңғы жаттығудың орны бөлек. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыз ерекше болмақ. Неге дейсіздер ме? Өйткені бүгін біз былғары қолғап шеберлерімен бірге шынығатын боламыз. Әлем чемпиондары, құрлықтық бәсекелердің жеңімпаздары барлығы осында. Таңғы жаттығуды АИБА нұсқасы бойынша жылдың ең үздік боксшысы атанған Данияр Елеусіновтың басшылығымен істейтін боламыз. Мұқият болыңыздар. Данияр, назарымыз сенде? Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Біз жаттығуымыздың алдында біріншіден асықпай созыламыз, сондықтан да осы жаттығудан бастаймыз. Бұл жаттығу қолымыздың саусақтарын, сүйектерін шынықтыруға арналған. Соған және аяғымызды қосуға болады. Оң аяқтан бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Сол аяқ. Оң аяқ. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бір, екі, үш, төрт, бес. Ал енді келесі жаттығуымызға көшеміз. Белімізді айналдырамыз. Оң жақтан сол жаққа қарай бірінші. Бұл жаттығу кезінде асықпай тынысымызды ала берсек болады. Демалып. Ал енді келесі жаттығуымыз, ол қолымызды созамыз. Бірінші оң қолдан бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Сол қолымызға ауыстырамыз. Бұл жаттығу қолдың бұлшық еттерін иықты созады. Бізбен бірге істеңіздер, белсенді.
7, 8, 9, 10. Осымен ендері таңғы жаттығуымыз аяқталды. Спортпен айналыса жүріңіздер, шынаға жүріңіздер. Құрметті көрермендер, тағы бір айта кететін жайт, біздің боксшылар таңғы жаттығудан бөлек күніне 2 мезгіл Жоқ жаттығады екен. ендері, 3 мезгіл айналысамыз. Қандай еңбек десеңізші, бірақ күн бойы сергек жүру үшін осы жаттығу топтамасын істесеңіз жеткілікті. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Шыныға жүріңіздер.